Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен ұн қуырдақ тағамның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны все деп басып қойсаңыздар, сіздерге әрқашанда жаңа видеом ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен етімізді осылай майдалап турап аламыз. Пиязымызды жуып ашып, екіге бөліп, сақина тәрізді турайтын боламыз. Сосын осылай төртпішілеп турап аламыз. Пиязымыз дайын болды. Енді сәбізімізді де осылай дөңгелетіп турап аламыз алдымен. Жинақтап алып, ортасынан бөліп, осылай төртпішті қылып бөліп аламыз. Сәбізімізді ыдысқа салып, шетке қойып, келесі пиязымызды да салып, шетке қойып қоямыз. Енді сарымсағымызды да майдалап турап аламыз. Сарымсағымыз да дайын болды. Сарымсақты да ыдысқа салып, шетке алып қоямыз да. Енді бұрышымызды турап аламыз. Бұрышымызды ортасын кесіп, ортасындағы дәндерді тазалап алып, сосын ұзын шағып, бұрыштарымыздың барлығын турап шығамыз. Мен екі түсінен тураймын. Бұрышымыз да дайын болып қалды. Бұрышты да ыдысқа салып қоямыз ыңғайлы болу үшін. Енді қазанымыз қызып тұрған қазанға майымызды құйып, етімізді салып қуырып бастаймыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Пиязды салып қуырамыз. Енді сарымсақтан саламыз. Сарымсақты салып қуырып, енді үстіне сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Және дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш, паприка салдым. Паприка дәмін әдемі дәмді болып келтіреді. Енді картоптарымызды жуып тазалап, осылай төртбұрышты қылып майдалап турап аламыз. Картопты да ыдысқа салып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Енді қуырылып жатқан тамақтың үстіне, еттің үстіне картоптарымызды салып қуырамыз. Және бұрыштарымызды да саламыз. Бұрыштарды да салып, бір араластырып аламыз. Қуырылып болды. Енді үстіне салқын суымыздан құямыз. Қайнатып алып, бір қайнатып, астын басып, баяу отта пісіреміз. Енді қамырымызды елейтін боламыз. Бір стакан суға, жылы суға бір шай қасық тұзымызды салып, араластырып, ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен бір дана жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен ұн қосып отырып, орташа қамыр елейтін боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, все деп таңдап, сіздерге әрқашанда жаңа видеом ашылатын болады. Егер видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса отырыңыздар, комментарий жаза отырыңыздар. Қамырымыз дайын болды. Осылай салафаннан кесіп, айналдыра жауып 10 минутқа тұнықтырып қоямыз. Менде 10 минуттай тұрды. Қамырым жақсы тұнды. Енді жақсылап, жұқалап жазатын боламыз. Қолдың көмегімен осылай барлығын басып, кішкене шұқартып аламыз қамырымызды. Онды сеуіп отырып, қатты күш саламыз. Біраз жазылды. Енді оқтаудың көмегімен жақсылап, жұқалап жазып аламыз қамырды. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай үлкен көлемде бірнеше бөлікке бөліп кесіп алатын боламыз.
барлығын осы реттеп аламын. Қамырымыз осымен дайын. Ана. Енді таба қызып тұрған табада осылай қамырдың барлығын кептіріп аламыз. Осыны ақ түйіршік шыққан кезде қамырымыз кепкені дайын болады. Бірнешеуін көрсетемін. Асты түйіршік болып жатқан кезде қамыр дайын болғаны. Осылай барлық қамырды кептіреміз. Енді кептіріп дайын болды. Қамырды осылай орап алып, осындай көлемде кесетін боламын. Сіздер бұдан да жіңішкелеп кессеңіздер де болады. Бұл қамыр бір-біріне жабыспайды, өйткені кепкендіктен осындай болып шығады. Мына осындай болады. Барлық қамырды осылай кесіп дайындап алдым. Енді ыдысымызға салып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Етіміз міне пісіп дайын болды. Бетіне барлық қамырды саламыз. Араластырмаймыз, тек қана барлығын бетіне салып шығатын боламыз. Сұйық май құямыз. 10-15 минутта пісіріп аламыз буға. Баяу отта. Тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Тамақтың дәмі өте дәмді болып шығады. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп видеоны қарап қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.